Бүгін біз кептірілген жемістерден компот жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кептірілген жемістер және де шиповник керек болады. Кептірілген шиповник. Оның барлығын біз тазалап, жақсылап жуып алуымыз керек. Кептірілген жемістердің түр-түрі бар. Алма болуы мүмкін, өрік, қара өрік, мейіз. Соның барлығын жақсылап жуып аламыз. Мінекей, енді суымызды отқа қойдық. Шиповникті жақсылап жуып ішіне саламыз. Кептірілген жемістерімізді ішіне саламыз. Бұл компоттың ерекшелігі витамин С-ға өте бай. Шиповниктің өзін қайнатсаңыздар да болады. Қара өріктің өзін қайнатсаңыздар да болады. Бірақ осылай көбірек дәрумен қаласаңыздар, барлығын бір рет қайнатып алған жеткілікті. Мінекей, қайнап шықты. Енді осыны ыдысқа құйып аламыз. Бірақ міндетті түрде ыдысқа құяр алдында електен өткізіп құйған абзал. Өйткені ішіндегі кептірілген жемістердің барлығының бізге енді керегі жоқ. Сол себепті тек қана суын ғана сырғытып құйып алуымыз қажет. Мінекей, барлығын осылай құйып аламыз. Көрдіңіздер, барлығын жақсылап тұрып міне құйып алдық. Енді осы кептірілген жемістің компотын суығанша біз алып қоюымыз қажет. Суытып аламыз. Міне, енді барынша өздеріңіз суытып аласыздар. Сосын үстіне құмшекер емес, қант емес, осылай бал қосасыздар. Бірақ міндетті түрде суыған түріне қосасыздар. Сонда ғана ол компот сіздерге пайдалы болады, ағзаға пайдалы болады. Мінекей, ас болсын.